Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін құрамы оңай, тәтті шоколадный трещинка печеньясының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Содан кейін еріген май, шым-шым тұз, какао, разрыхлитель және електен өткізіп, ұн қосып, лопатаның көмегімен араластыра отыра қамыр илейміз. Қамырдың қолға жабысуы және жұмсақ болуы қалыпты. Бетін салафан пакетпен жауып, 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. 10-15 минут тұрған қамырды тоңазытқыштан алып, бірдей шариктер жасап, қант ұнтағына домалатып аламыз. Осылайша қалған печеньяларды жасап шығамыз. Өте дәмді болып шығады және құрамы да, жасалуы да оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болған печеньяларымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутта пісіріп аламыз. Печеньяларымыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.